ұлғая түсетіндігін айтуда. Жалпы ғылым мәдениеттің басқа бөліктерімен өзара байланысты мәдениеттің шектеу бөлігі бола алады. Ал онсыз оның дамуы мүмкін емес. Өйткені ғылым қандай да бір сілтемеге, сол бір ғылыми жаңалық ашылғанға дейінгі оның алдындағы көзқарастарға, тіпті ол теориялық тұрғыда болса да, сол дүниелерге сілтеме жасауға міндетті. Ғылымның негізінде адамның бір әлемге деген өзгеше қатысы жатыр. Неге? Өйткені осы ғылым арқылы ғана біз қоршаған ортаны, оның негізгі заңдылықтарын, жалпы табиғи құбылыстарды аңғарамыз. Әрине бұл тек сыртқы күштерге ғана емес, сондай-ақ адам өмір сүріп жатқан орта, әлеумет, қоғам, белгілі бір ортаны айтамыз. Демек, ғылым осы мәселелердің себебін, оның субстанциясын, олардың бір-біріне әсер ету механизмін зерттейді. Әлемді тану дегеніміз, демек, түсініктердің, жалпы наным түрлерінің, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің, немесе адамның әлемге деген, қоршаған ортаға деген бір ерекше рухани, эстетикалық қатынасын құрайтын үлкен бір жүйе. Бұл әлемді түсіну деп аталады. Демек, әлемді қалыптастыруда, әлем туралы ойларды қалыптастыруда ғылымның орны ерекше. Жалпы ғылым қандай функциялар атқарады? Әрине, ғылымның ең негізгі танымал қызметі ол танымдық қызмет. Яғни бұл біз философияда өткен болатынбыз, гносеологиялық тұрғыдағы адам баласының әлемге деген, сыртқы дүниеге деген бір қатынасы. Енді осы тұрғыда бір үлкен сұрақ туындайды. Яғни, жалпы білім дегеніміз не деген? Ғылым философиясының тарихында бұл сұраққа бірқатар жауаптар беруге болады. Яғни, барлық білім ғылыми білім емес екенін және ғылыми білімді ғылыми емес білімнен дұрыс ажырата білуіміз керек. Яғни, ғылыми тілде айтатын болсақ, ғылым, ғылыми сауалдар және псевдоғылым. Міне осы мәселелердің ара-жігін біз айыра білуіміз керек. Мысалы, Платон білімді негізделген сенім, яғни ғылыми критерийлерге сәйкес келетін білім деп санады. Сонымен ғылымның негізгі функциясы ол білімді өндіру, яғни жаңадан бір білім қалыптастыру. Бірақ ол білім ақиқат, дұрыс, дәлелденген, фактіге сүйенген және тәжірибе арқылы қол жеткізілген білім түрі болу керек. Әрине, бұл ғылымның бір жалқы функциясы ғана емес, басқа да функциялар бар. Бұл басқа да жаңағы айтылған функциялар осы ғылыми функциялардың толық бір жиынтығын құрайды. Яғни, бұл түсіндіру деп айтамыз, себебі түсінуді қамтамасыз ету және әлемді, адамды болсын, яғни кез келген мәселені түсіндіруге және түсінуге байланысты болжамды өзгерту мүмкіндіктерін жасау қажеттілік туындайды. Неге? Өйткені осы түсіндіру немесе сипаттау, жалпы мінездеме беру бұл ғылымның негізгі функцияларының бірі. Себебі кез келген мәселені түбегейлі жан-жақты түсіндіру, оны талқылау, әрине біз анализ туралы да әлі айтамыз болашақта, дегенмен де оны талқылап түсіндіру аса маңызды. Себебі мынау 18-19 ғасырларда, әсіресе Европада конструкциялық, деконструкциялық, реконструкциялық тәсілдер басты орынға шықты. Себебі кез келген мәселені талқылау, оны бөліп жеке дара түсіндіру аса маңызды болған еді.
егер мүмкін түсіндіру болмаса, жалпы сипаттау болмаса, онда ғылым да өзінің негізгі сипатын анықтай алмайтын еді. Демек, ғылыми түсініктеме ғылыми емес түсіндіруден ерекшеленуі қажет. Өйткені ол бірқатар талаптарға, яғни критерийлерге сәйкес келеді. Мысалы, жүйелілік, яғни ғылыми түсініктеме беру әрқашанда бір іргелес салаларға кеңеюге мүмкіндік береді, яғни жол ашады. Сондай-ақ түсіндірудің өзі. Бұл енді әрине тар мағынадағы функция. Мысалы, Вильгельм Дильтей былай деп айтқан еді: түсіндіру табиғат ғылымның міндеті, ал адам туралы ғылыми түсінуге ұмтылу керек. Адамның табиғатын түсінбестен түсіндіру жеткіліксіз. Яғни адам табиғатын түсінбей жатып, ол туралы түсінусі шынымен де жеткіліксіз, тіпті түсіндіру мүмкін емес. Осылайша түсіну бұл неғұрлым күрделі функция. Шартты түрде айтсақ,